соның әпшесімін. Біз жалпы 10 қыз үлкенімнен, одан кейін Амангелді. Жалпы 7 ұл, 3 қызбыз. Мүмкін естулеріңіз бар шығар. Анамыз сол Жантөбеден, Аққұлықтан Сыздық деген кісі, Серік деген ағашымыз болған. Ол кісілер өмірге қайтты. Жембет. Анамыз 7 ұл, 3 қыз өмірге алып келді. Қазір Құда қаласа 90-ға келмекші. Әлі кездесіп, батасын алып, ары қарай өніп өсіп берейік. Сол ұлыларымыз кім болады, жақындаса берейік. Қуанып жатырмын қожа дегенде. Қожаның ішіне қайсысыз? Бақсайсыз. Әдекенде қожа. Второй Бақсайсыз. Бұл кісі Аққорған. Жақынсыздар бір-біріңізге, ауылда жақын. Қандай жақсы, иә? Туысқан болып отырған. Мен өзім сол 77 жылдары тұрмысқа шыққандар бізді құда түсіп келді, біздерге тұрмыстан келді. Мен барғаннан кейін қараның қызы деп мені сәл былай не қылды, шетете бастады. Кейін сіңісіп кеттік қой, одан кейін қазір туғасын. Сенекен айтам да, қараның қызы деп шетете бересіңдер, қожалар деп жаңа сөйтіп жатырмын ғой кейін. Қайны сіңілердің біреуі американдыққа тұрмысқа шықты, біреуі французға шықты, біреуі жаңағы Таиланд соған шықты. Айтам, онда мен жақын болып қалдым, иә, сіздерге деймін да. Енді қазір оған қарамайды ғой, қожа, қара. Сол құдалар.